Әріптестер, сіздерге тағы да бір Canva сервисінде құттықтау открыткаларын қалай жасаймыз сол жайында көрсетіп жіберейін. Көбісі енді жекеме сұранады, маған жасап беріңізші тездетіп деп. Оның барлығын өздеріңіз жасай аласыздар. Кішкене бір-екі жолын көрсетейін. Мінекей алдында мен осындай бір-екі нұсқасын жасадым осындай қылып. Одан кейін осындай форматта жасап көрдік. Енді тағы қалай жасауға болады, мынаны қалай жасадық соны көрсетейін. Ол үшін мына жерде айттым ғой өткенде бір таныстырғанымда, еще одна страница деген басып жібереміз. Мына фон бізге жасыл фон қажет емес, бұны ауыстырмай қоюға да болады. Мен ол үшін былай жасаймын. Мына загрузкиге барамда мен алдын ала осындай бір суреттер дайындағам. Мысалы, мына суретті алайын. Осы суретті алып келіп, былай мынаның бойына қойып аламын. Осылай қойып алдым. Енді маған мына жерде мына бір сөздер керек. Алдын ала интернеттен алып дайындап қойғам. Осыны копировать етіп, мына жерге саламын. Ставить деп қоям. Бұл шрифт үлкен болғандықтан мен бұны осылай азайтып қоямын. Осылай алып келіп қойдым. Енді бұның әрі қарай енді өңдеу жұмыстарын өздеріңіз де жасай аласыздар. Осылай өңдеу жұмыстарын жасаймыз. Енді бұл жерде мына шрифттар өткен жолда көрсеткен болатын. Мен Canva сервисіне қазақша шрифттарды өзім енгіздім. Мысалы, мынандай әдемі болып жазылатын осы шрифттарды өзім енгіздім. Сіздер де оны өзіңіз енгізе аласыздар. Онша кейбір қазақша әріптерді көрдіңіздер, дұрыс оқымайды, сондықтан мен мына осы нұсқаны аламын. Қазақша шрифттерді енгізгеннен кейін. Енді мен бұны кішкене шрифтін былай өзгертейін. Осылай өзгертіп алсаңыздар болады. Сосын былай кішкене өңдеу жұмыстарын жасап жібересіз сәндеп. Сосын мына жерге ізгі клиппен деп өзіңізді жаза салсаңыздар болады. Мысалы, мен бүйтіп аламын да. Мына жерін өзгертіп жазып қойсақ болады. Тағы бір нұсқасын көрсетемін, қалай жұмыс жасау болатын. Мына шрифтін осылай азайтып жібересіздер. Дайын бір құттықтау қағазы открыткасы дайын болды. Енді екінші нұсқасы бар. Мынау анық түсте беріп тұр ғой, ашық түсте жазулар көрініп тұр. Кей жағдайда тағы да добавить еще один страницу. И мынандай нұсқаны қарайықшы. Мына вариантқа жасап көрейік. Оның шаблоны міне тұр. Мынау бізде өте бір қанық түсте. Мынаған қазір жазуларды қоятын болсақ, бұл жазулар бізде қатты аса көрінбейді. Қазір көрсетейін. Мынандай болып тұр, астындағы жазулар көрінбейді ғой. Сонда бұны не істейміз? Бұның астына мен кішкене жарық сәулесін қостым. Жарық сәулесін қостым. Көрдіңіз бе? Сол үшін астына келіп, астың фонға жарық сәулесін беріп отырмын. Бұны қайдан алып отырмын мен? Бұны мен мына неден аламын. Мына жерге барамда, мына жерге элементы деп тұр ғой. Осы элементы деген жерге барып, мына жерде градиент деп жазасыздар. Градиентті көп жиі пайдаланамын мен. Осы жерде градиент алғаннан кейін, осы жерден таңдайсыздар ғой өздеріңіз. Мысалы, мынау қара екен. Қара бізге керек жоқ. Сіз енді ақ градиентті осы жерден аласыздар. Өздеріңіз. Показать все деген көрейік. Ақ пакет, мынау қара болып тұр екен. Мынау тастайық, қажет емес қара бізге. Осы жерден мына ақты тауып іздейсіздер. Мынау тағы да қара болып түсіп тұр. Ақты тауып іздеп аласыздар да, сол ақпенен жұмыс жасауға болады. Мінекей, таптым ақты. Бұл қай жерден шықты деймін ба? Міне, мынау тұр ғой. Про версиясын алғам ғой, мен сол про версиясымен жасап отырмын. Осы ақты аламын да. Мінекей, мынау жазудың асты тұр ғой. Ортасына қоям, сосын кішкене былай тартып жібереміз осылай. Тартып қойсаңыздар, сонда жазуларыңыз кішкене сәуле шашып тұрады да, жазулар көрінеді. Осылай қойсаңыздар болады.
енді бұның астына мына бір жерді көрдіңіз ба, сосын мына полоска қалып қойды, соны біз бір фонға келтіріп былай осылай жасайсыздар, сонда білінбей кетеді. Енді бұл жерге де тоже астына әркім өзінің жаңағы мекеменің атыменен құттықтап жатсыз ба, мысалға да, оны өзіңіз ол жағын келістіріп әдемілеп жазып қоясыз. Мінекей осындай құттықтау қағаздарын жасап қойсаңыздар болады. Енді бұны қалай сақтаймыз, міне бірінші слайд, екінші, үшінші, төртінші, енді как бесінші бір вариантын көрсетейінші. Міне фон, однотонный фонға жасауымыз болады. Енді мына аппақ осындай фондарға да жасауға болады, осылай өзгертіп. Енді бұған қарағанда мына градиентпен жасаған кішкене одан да әдемірек болып шығады. Сондықтан мінекей мына нұсқаны таңдаймын. Осылай мінекей фонды өзгертіп аламын, осылай. Мінекей. Енді осыған мен мына элементы деген жерде тұрмын ғой. Енді осы жерге келіп мен гүлдерді жазамын. Цветы деп мысалға жазатын болсам, гүлдерге бұл жерден орысша жазасыздар, қыздар. Мысалға гүлдерді кеңінен ашып көрсеңіздер болады. Осы жерден гүлдерді таңдайсыздар, немесе тюльпаны деп ашсаңыздар, жақсы бір түрлері шығу керек. Қарайық. Мынаны таңдайық. Мынаны әкеліп бүйтіп кетіруіңізге болады. Мынау тым үлкен болса, осыны кішірейтіңкілеп былай міне жасасаңыздар. Осындай нұсқаларын жасап жұмыс жасауларыңызға болады. Осыны келтіріп алып, сосын мына жерге құттықтау сөздеріңізді жазып қойсаңыздар болады. Таңдаған гүлім қайсы менің? Немесе мынандай варианттар болады. Сізге мына гүл ұнап тұр ма? Мысалға, мына гүл ұнап тұр, осыны копировать етіп алып, мен осы жерден алған ғой, бұны таңдап отырып. Осыны әкеліп, мына жерге бүйтіп қоя салсаңыз да болады. Ставить деген болады. Дұрыс копировать етпеген болды. Осы жерден алып қоя салсаңыз да болады. Енді бұл жерде тоже міне мынаны сөздерін копировать етіп аламыз. Мына жерге қоясыз осылай. Мына гүлдер сәйкес келмесе, осы жерден нетіп алсаңыз болады, өзгертіп. Немесе мына бір нұсқаны көріп қалдым мен. Мынаны былай үлкейтіп, мынаны алып тастайық, қажет емес. Мыналарды алып тастайық. Мынаны былай жасаса да болады екен ғой. Мына қараңыз. Осыны бүйтіп үлкейтіп, мына гүлдердің ішіне мына сөздеріңізді кетіріп қойсаңыз да болады екен. Міне, енді жолын үйреніп алсаңыз, фантазия өзіңіздікі ғой. Қалай жасайын десеңіз де, мысалға осылай бір әдемі жұмыс жасауға болады. Міне әріптестер. Міне. Осындай қылып шақыру құттықтау қағаздарын жіберсеңіздер болады. Көрдіңіздер ме? Енді қалай сақтаймыз бұл жұмыстарды? Ол үшін поделиться тұр ғой жоғарыда. Поделицаға барыңыз. Скачать басасыз. Мына PNG тұр ғой, соны мына стрелка тұр ғой, төмен қарап, соны ашыңыз. Сонда JPEG форматын сақтайсыз. И сосын страницы деп тұр ғой, страницы деген жерде бүкіл сақтайсыз ба? Әлде қай сізге слайд керек болса, страница маған ең соңғысы керек болса, мен онда былай жасаймын. Мынаның бәрін алып тастаймын да, ең соңғы страница, 5-ші страница керек, міне готованы басам, сосын скачать деймін. Қазір ең соңғы сурет сақталып жатыр. Дайын болды. Міне. Менің жасаған открыткам дайын болып тұр. Өте сапалы, әдемі, ешкімде жоқ. Осындай эксклюзив жұмыстарды сіздер де жасаңыздар. Сіздермен бірге Мәдина Қоңырбекқызы. Ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, сұрақ болса жазыңыздар, жауап болады. Рахмет назарларыңызға.